Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласы 4-ші бөбекжай балабақшасының ата-анасы Сетимбетова Данагүлмін. Қасымда Ақбота тобының шәкірті қызым Қалдарбек Іңкәр. Бүгін біз екеуміз қазақтың ұлттық қолөнерінің бірі үй тұмарды жасау жолын көрсетеміз. Жалпы түркі халқының тарихында тұмар дегеніміз туған жерді қасиеттеу, қастерлеуді білдіретін. Алғашқыда тұмарға туған жердің топырағын салып жүрген, кейіннен тұмарды тылсым күштен, тіл көзден сақтану мақсатында қолданған. Тұмардың қазақ тарихында тұмардың түрлері өте көп болған. Мысалыға, хан ордасында орда тұмар, үйдің төрінде үй тұмар, батырларға бой тұмар, 2 жас үйленген кезде қос тұмар, қыз ұзатқан кезде жасау тұмар, сәби туылған кезде бесік тұмар жасайтын болған. Бүгін біз тұмарымызды жасыл түсте таңдадық, себебі жасыл түс қазақта жаздықтың, табиғаттың, көктем мезгілінің белгісін бейнелейді. Ал оюларымызды ақ түсте таңдадық. Жоғарғы бөлігінде шаңырақты бейнеледік, себебі шаңырағымыз биік, керегеміз кең болып тұрсын деген ойда. Ортаңғы бөлігінде күнді бейнелегенбіз, бауларымыз күннің нұрын бейнелеп тұр. Біздің тұмарымызға біз ең негізгі оюды қошқар мүйіз оюын таңдадық. Өйткені жалпы қазақта ою адамның зеректігін, көңіл бөліп, ұқыптылықпен жасауын талап етеді. Ою ойған баланың ойы ұшқыр болады деген сөз де бар. Менің қызым оюды ойып дайындап қойыпты. Осыны қазір тұмарымызға жабыстырып, безендіріп қоямыз. Сонымен тұмарымыздың жұмысы бітеді. Кән кеш, сен қиған қошқар мүйіз оюын жабыстырып тұр. Міне, үй тұмарымызға жабыстырамыз. Басын қойып берейін. Ажелін жабыстырып бас үстіне жақсылық бас. Мінекей, Іңкәрдің ойған ойын жабыстырдық. Үй тұмарымыз дайын.